Баршаңызға қайырлы күн, миллионер оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өзіміздің ақша потогымызды қалай ашамыз, келген ақшаға берекені қалай кіргіземіз, сол туралы аздаған білген, өзім жасаған тәсілдерді айтатын боламын. Алғашқы кеңесім, үйді және өзіңізді үнемі тұзбен тазалауды әдетке айналдырған жөн. Әр айдың ішінде келген табыстың 10%-ын жинауды үйреніңіз. Айлық алған кезде 10%-ы депозитке немесе жинап жүрген ақша жинайтын орынға салып қойсаңыз болады. Әр уақытта қалтаңызға ақша түссе, садақа беріп үйреніңіз. Садақа берекені арттырады және де табысыңызды еселейді. Келген ақшаны босқа сақтаймын деп әуре болмаңыз. Ақша ол энергия. Келген ақшаны оңай және рахмет айтып жұмсаңыз, ол сізге 2 есе оралатынына сенуіңіз керек. Әр ай кеміп жатқан уақытта әмияныңызға тазалық жасаңыз. Яғни әмияныңызды магазиндерде покупка жасаған кезде чектер, қағаздар, соларды тазартып отырыңыз. Әмияныңызға тұз себелеп, артық қоқыс, қағаз болса шығарып тастаңыз. Әр айда табыс түскенде ең алдымен нан сатып алыңыз. Сосын келген ақша бір күн әмиянға қонақ болғаны жақсы. Және де айта кететін жайт, сіздің айлық алған кезде ақшаңызды айнаның алдында 1 сағат ұстасаңыз, келесі айда сізге премия немесе айлығыңыз көтерілуі әбден мүмкін. Айна бұл өзінің көріп жатқан нәрсесін 2 еселейді. Өте күшті айна техникасы бар, сонында жасап көріңіздер. Ақшаны жақсы көріңіз, бірақ жүректе емес, алақанда болсын. Қазіргі уақытта заман талабы солай, ақша болмаса энергия да жоқ сияқты болып тұрады. Бәріміз сол ақша үшін жұмыс істеп жатырмыз. Жасырмауымыз керек. Менің миллионер оқырмандарым, бай қуатты өмір әрбірімізге нәсіп етсін.